Сәлем достар, Python негіздері курсының 11-ші сабағына қош келдің. Бүгін біз бұл сабақта қателермен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Яғни бағдарламада қандай да бір қате шықса, оны құлап қалмайтындай етуді және сол қатені әдемілеп хабарлама ретінде жеткізудің жолдарын көрсетемін. Ол үшін біз try, except, else, finally деген бөліктерді қарастыратын боламыз. Неліктен бұл маңызды? Мысалы, біздің бағдарламамыз кейде толық жұмыс жасап тұрады, бірақ кейде қолданушы қате енгізуі мүмкін. Мысалы, сан орнына сөз, файлдар табылмай қалуы мүмкін, тағы бір кез келген бір қате болуы мүмкін. Бұндай жағдайда бізде error деген қате шығып, бағдарламамыз тоқтап қалады. Ал осы кезде біз осы қатені ұстап тұрып, оны әдемілеп өңдеп, түсінікті хабар шығаруымыз керек. Ал ендеше бастайық. Біз ең алдымен үйренетін затымыз try және except. Try, сосын except деген заттар үйренеміз. Бізде try деген, яғни сынап көр деген мағынаны береді. Біз мұнаның ішінде қандай да бір логикалық амалды тексеріп көре аламыз. Мысалы, мен user деген айнымалы ашып, яғни user бізде қолданушы. Мен бұл жерде сұрау сұраймын. Не сұрау сұраймын? Жасынды енгіз деймін. Жасынды енгіз. Мен жасты енгіздім. Мұнда input болғандықтан енгізілген мән маған string форматында келеді. Мен оны мұнда integer форматына айналдырып өзіме қабылдағым келеді. Яғни age деген айнымалы ашайын. Age менде келген user деген мәнді, яғни бізде біз сан енгізгенімізбен ол бәрібір string форматына келеді. Біз соны integerге айналдырамыз. Яғни integer user. Тұрамда print экранға жасыңыз осындай дейміз. Так. Жасыңыз деп қойайын да. Так. Мұнда age деймін. Ал егер қандай да бір ошибка болып қалса, except деген бізде қате туындаған жағдайда бізге орындалатын әрекетті айтатын нәрсе. Яғни except бізде қандай қате болуы мүмкін? Бізде мысал үшін сан орнына сөз беріп қалуы мүмкін. Ол бізде мәннің қатесі болады. Яғни value error болуы мүмкін. Осындай value error болған кезде бізге print, яғни қате болған кезде сан енгізу керек деп жазып қояйын. Сан енгізу керек. Яғни мұнда әріп енгізіп қоятын болса, мысалы a болса деген сияқты, қазір сынап көрейік. Жасты енгіз, мен жасымды енгіздім, мысалы үшін 12 дей салайын. Мен мұнда кәдімгі сан енгіздім. Ол санды мына жерде дұрыс айналдыра алады, форматтай алады интежерге. Өйткені кәдімгі сандар бұл жерде. Маған дұрыс сан, то есть сынап көру сынақтан өтті. Print age шықты. Ал егер мен мұнда қандай да бір осындай сөз текст енгізетін болатын болсам, маған сан енгізу керек деген қате шықты. Яғни маған уже мәннің қатесі пайда болды, value error. Қате болғандықтан маған осы хабарландыру шықты. Жақсы, тағы бір мысал көрсетейін. Мысал үшін менде a деген айнымалы және b деген айнымалы болсын. A менде 10-ға, ал b сәйкесінше менде 0-ге тең болсын. Тұрамда мен тексерейін, яғни сынап көрейін. Try дейін да. Жай ғана маған яғни result менде a бөлінген b-ға тең деймін. Бәрі сәтті болса, print маған resultты шарт беру керек. Ал егер қандай да бір қате болса, мұнда қандай қате болуы мүмкін? Мұнда мынандай қате болады. Санды 0-ге бөлінбейді негізі математикада. Бұл жерде zero division error деген қате болады, яғни 0-ге бөлу деген қате деген. Осындай қате болса, маған 0-ге бөлінбейді деген хабарландыру шығу керек. Так, мұнда. Так, мұнда 0-ге бөлінбейді. Ал сынап көрейік.
иә, расымен нөлге бөлінбейді. Келді бізде result. И бізге нөлге бөлінбейтін. Яғни бізде сынақ try'дің ішіндегі логика орындалмай қате болса, бізде except бізде орындалады деген сөз ғой. Бұл деген біздің кодты құлап қалған жоқ. Мысалы, если мен просто так try'ды қолданбай жазатын болсам, дәл осыны. Қазір бүйтіп қоятын болсам, аған красный ошибка шығып кетеді. Міне zero division error деген қате. Ал except мен осындай қатені атауын жазуым керек. Жақсы. Тағы бір мысал айтайын. Мысалы, бізде кейде тек қана бір қатемен шектелмеуі мүмкін, бірнеше қате болуы мүмкін. Так, көрейік. Try деймін. И мен мысалы үшін бір файлды ашуым керек. With open, яғни алдын сабақта өткеніміздей. Файлдың атына мысалы data.txt болсын. Data.txt болсын. И мен оны оқимын. Және менде encoding UTF-8-ге тең. И маған бұны F ретінде жаса. И мен тұрамда не істеймін? Файлды оққаннан кейін мен оның, яғни файлды оқимын, қатардағы мәнді мен санға айналдыруым керек. Мысалы үшін менде A деген айнымалы тұрсындағыны келеді, интежерге айналдырасын. Интежерге кімді айналдырасын? Осы F-тің readline. Readline деген нәрсе бар, осындай көмекші функция. Бұл осы файлды алады, файлдың осындай бір қатарын ғана оқиды. Тек қана қатар ғана оқиды. И осы қатардағы мәнді бізге интежер санға айналдырады. Все. И бізге print осы A деген мәнін шығарамыз. Ал бізде қандай қате болуы мүмкін? Except. Бізде біріншіден файл табылмау, файл жоқ болуы мүмкін. Бізде біріншіден. Так. Не жазамын? Міне. File not found error деген болуы мүмкін біріншіден. Осындай файл табылмаса қате шығады. Ондай кезде не шығады бізге? Файл табылмады деген хабар шықты. Файл табылмады. Бізде тағы мынандай қате болуы мүмкін. Except. Мысалы үшін бізде егер файл табылған күннің өзінде біздің оқылған қатарымыздағы мәні, яғни осындай бір қатардағы мән бізде сан болмай қалуы мүмкін. Әшейін бір сөз болып қалуы мүмкін, ал сөзді мына интежер айналдыра алмай қалады. Яғни бізде value error болуы мүмкін. Мәннің қатесі. Ондай кезде бізге print андай хабарлана шықсын. Так. Сан болмаған сияқты. Болмаған сияқты. Мән қате дейінді. Давайте сан болмаған сияқты емес. Так. Бізде жай ғана мән қате деп қоя салайын. Арасында сан болады, бірақ ол сан сөздің барлығын сөз ретінде қойды, ал арасында сөз болса, бізге ошибка шығарады. Немесе бір күтпеген жағдай болып қалуы мүмкін, біз білмейтін қате. Онда кезде жай ғана бізде exception деген нәрсе бар, жалпылама қатенің түрі. Любой қате шықса, бізге хабарлама шығарып береді. И бұл соны қойып қойдым. Яғни мыналардың ешқайсысы орындалмаса, бізге белгісіз қате шығады. Print, мысал үшін белгісіз қате. Белгісіз қате. Көрейік. Так. Run етейін. Маған файл табылмады деді. Менде расымен data.txt деген файл жоқ мұнда. И мен тұрамда давайте бір файл ашайын. Data.txt. Так, data.txt. Все. Менде файл бар. Ал енді run етейін. Уже менде файл бар, бірақ менде мәннің қатесі шықты. Яғни мынаның ішінде дым жоқ, осы пустой нәрсені мына интежерге айналдыра алмайды. Давайте мен бұған сөз енгізейін, мысал үшін. Тоже мәннен қате болады, өйткені сөзді бізге интке айналдыра алмаймыз ғой. Ал если мен сан енгізетін болсам, тек қана. Яғни осы
Neredегі мәнді алып осы бір қатарды оқыды. Мен астына екінші қатарға тағы жазатын болсам, маған тек қана үстіңгі қатар шығарып беру керек. Иә. Маған яғни мына қатарды оқыды. И бұл оқығаннан кейін мынаны интеджері санға айналдырды. И ешқандай қате болған жоқ. Маған принтте шықты. Немесе жалпы күтпеген қате мына жерге керек емес сияқты негізі. Жалпы біз күтпеген қате болуы мүмкін, мысалы басқаша. Осы жерде белгісіз қате деген қате шығады. Жақсы, енді else және finally көрсетейін. Else және finally деген заттар бар. Finally. Так. Кейде мысалы бізде кодымызда барлығы дұрыс болса да, біз мынаны бәрібір де істе деген сияқты нәрсені айтқымыз келеді. Мысалы үшін бізде try, и бізде мысалы x тен болады input, так, x-дің мәні деп қоя салайын мұнда. Тура сол сияқты менде y тен болсын, y-дің мәні, яғни x пен y-ті шығарып алдым. И менде res тура алдың мысалда сияқты, бірақ қазір res'ді бөлемін y-ға. И бізде қате болуы мүмкін жағдайлар. Except бізде zero division қате болуы мүмкін, яғни біз y-іміз 0 болып қалса, осындай қате шығады. Print 0-ге бөлінбейді. Так, 0-ге бөлінбейді. Және тағы қандай қате болуы мүмкін? Ешқандай қате болмаса бізде else деген бар, яғни else ешқандай қате болмаса осыны істейсің деген нәрсе ғой. Давайте print маған result шығарып бер. Не болған көргім келеді. И бізде обязательно түбінде орын алатын нәрсе, яғни finally деген нәрсе бар. Finally. Яғни по-любому түбінде орын алады. Ол қате бола ма, қате шықса да, else орындалса да, ең түбінде орын алатын нәрсе. Finally, мысалы үшін маған так, операция толық аяқталды деп қоя салайын. Операция так, толық аяқталды. Ал сынап көрейік. И менде мысалы x-қа 10-ды бердім, y-қа мен 0-ді беріп қойсам, менде zero division шығу керек. Потому что мен мұнда бүйтпеппін. Мен берілген мәнді интеджерге айналдыру керек қой. Так. Онда int қоямын. Айтпақшы мұнда тағы бір except. Мұна қате бізде type error, яғни except. Бізде type error болса, бізге так, print тип қатесі деген нәрсе шығу керек. Тип қатесі. И мен тұрамда, давайте на интежерлерді қоймай тұрайын. Type error қалай болатын көрейік. Давайте мен мұнда 10, type 1, 0 бердім. Менде тип қатесі шықты. И менде finally по-любому орындалды. Давайте енді мен интежер қояйын, яғни сан ретінде. Санға айналдырады. И мен тұрамда енді давайте x-қа мен кез келген сан, y-қа 0 беретін болсам, маған zero division болды, яғни 0-ге бөлінбейді. Бізде zero division қатесі болды. И finally бізде орындалды ол. По-любому орындалатын нәрсе. И давайте бізде енді көрейік. Кез келген сан, и 0 емес сан. И бізге мәнді шығарып берді. Яғни бізде else, біздің логикамыз дұрыс болса да біз істегіміз келетін нәрсені айта аламыз нерге else. И final бізде по-любому түбінде орындалатын нәрсе. Жақсы. Тағы біз кейде өзіміз шарт қойғымыз келеді. И өзіміздің шартымыз орындалмаса, өзіміз қате шығарғымыз келеді. Өзіміздің ойдан шығарған қатемізді. Мысал үшін өтейік. Ол үшін біз rise деген нәрсе бар. Өзіміз қате шығаратын нәрсе.
Давайте бізде мысалы өзіміздің логикамыз жазайық. Def нектағыны h деген функция ашып салайын. И мен мұнда мән беремін. Тоже h деген мән берейін. Яғни бізде жасқа арналған логика. Егер біздің келген жасымыз, яғни h кіші 0-ден болса, біз өзіміз қате шығарғымыз келеді. Яғни rise деймін да, rise value error, яғни 0-ден кіші болса, мәннің қатесі ғой. Value error деймін да, и ол жерге жазамын. Бұлай функция, то есть круглый жақсы ашып, ішіне жазса болады. Жас теріс сан болмау керек. Теріс сан болмау керек. И тұрамда, егер бәрі дұрыс болса, маған return осы жақты қайтару керек, h-ті. Енді мен сынап көрейін. Try маған осы h-ді маған шарт бер. Давайте мен маған минус 18 дей салайын. Яғни теріс шарт беретін болсам, не болатын көрейік. Ал егер бұнда тоже try-дан қате шығатын болса, яғни accept болатын болса, қандай қате болуы мүмкін? Тоже value error болуы мүмкін. Value error, и бізге жай ғана қате десін. Қате, все. Короче, мен мынаған 18 деп бердім теріс санды функцияға. И бізде мына логика орындалса, біздің қатеміз шығады қазір. Мен мұнда бүйтуім керек. Мен мұнда минус 18 берсем, маған қате шықты, яғни type error шықты. И мен type error'ды өзім тағы бөлек e деген қате ретінде алуым керек. То есть, надан шыққан қатені мен e ретінде шығарып бер маған деймін. Мұнда кез келген animal жазсам болады. То e exception деген соң келеді көбінесе атауы. E деп қоя салайын. Все. Менде уже қате. Енді қате менде не? Қате менде мына келген, мынау менде, короче, e келген қате. И қате деп та маған шарт берді. Бұл қалай жұмыс істейді? Мен мұнда value error болды, яғни минус 18. Мұнда чектен өтпеді. То есть чектен өтті минус 18. И, короче, мынадан қайтатын мәнінде value error мына e ретінде келеді маған. И ең соңында print шарт, яғни қате маған жас теріс сан болмау керек деген мән шықты. Бізде тағы да жылдам тексеріске арналған assert деген бар. Так. Assert деген нәрсе бар. Мысалы үшін бізде функция, короче, процент қайтару керек. Процент. Процент деген сияқты. И біз бұл жерге процентті береміз. И біздің процентіміз, яғни assert шарт қоямыз. 0-ден 0-ге тең болуы мүмкін, және 100-ден кіші болу керек деген шарт қоямыз. Ал егер біздің шартымыз орындалмаса, бізге ошибка шығарады. Яғни бізге 0 мен 100 арасында болу керек деген хабарландыру шығару керек. Яғни әлгі as e деген ошибка, то есть e ретінде келеді бізге қазір. И тұрамын дағыны. Маған мысал үшін return. Давайте a-ны маған мысал 100-ге бөлі салсын. И все. И мен тұрам. Try подсотаға. Давайте мен print алайын. Print подсотаға мен мысал 120 деген пайызды берсем. И ол ішіне келеді. Мұна қате орындалады. И мен мұнда ошибка болуы мүмкін. Мысалы мұнда accept value error болуы мүмкін. Так, мәннің қатесі as e ретіндегі. E дегеніміз мына жақтан келетін қате алады. И print. Так. Error. E дей салайын. Все. Мұнда бізде value error болмайды. Бізде бәрі нормальный.
Просто біз assert қолданғандықтан мұнда assertion error қолдануымыз керек. Яғни value орнына assertion error қолданамыз. Сонда бізде мен 120 енгіздім. 120 мен мына шартқа сай келген жоқ. Сол үшін маған мынандай қате шықты. И маған assertion error келді. Маған error деп шығарды. И маған не қате болған берді. Міне. Ал если мен жүздің арасындағы, то есть 0 мен 100 арасындағы сан жазатын болсам, маған осының процентін шығарып береді, яғни 0,56. Яғни 56%. Жалпы бүгінге сабақ осы. Келесі кездескенше.